Қонаққа осылай шықтым. Өзім жасаттым қолдан. Көрпені де өзім таңдап алдым. Қонаққа келдім. Туған күн плюс. Қайда келдік, қазір көресіздер. Қайда келдік? Жас отбасы дейміз ба? Қазіргі заманның талабына сай үйленген жастардың үйіне келдік. Мұнда Ақбота қыз. Айнұрдың машинасынан танып қойдым, келген сразу тура соны жаңа парковать еткесін. Мұнда Меруерт магазиннен көріп қалдым, күтпей қашып кеттім. Мына жақта тағы қызылары бар, Айсажан жалғыз өзі. Достары жоқ па? Мен досым, мен досым. Әйелім мен достарым ғой бәрі. Молодец. Мұнда Аружан деген қыз бар, және оның жолдасы бар, жанында. Вот, осындай күшті дастархан, атмосфера болып жатыр. Түсіріп алайық, біраздан кейін әңгімеге кіргеннен вообще қолым істемей қалады. Мынаны Моля жасады, арнайы дейді. Әзіл, ойбай. Енді бәрінің болмаса да. Андай жерлердің орнында бір қосылмай кетсе, мен Моля бетіме қарамай кетерді. Моляның алдында өтірікші болған біраз. Бірақ енді қуаныштымын, тошта Айстың осылай мені жерге қаратпай бүйтіп алғанына, қазір бетімді бүйтіп көтеріп кіріп отырмын да жаны. Не болған құрсын біз? Шапалақ жегенмін Молядан. Шапалақ. Оңбаған Ақбота деген қыздарының бір екеуі жазып. Құтты болсын. Жақсыны көргенге деген. Крупный бірінші нем брендім. Майдалар бар ғой енді. Үйге сақтап қоймай ки енді. Вау, күшті. Басы ғой. Бетім жыбырлатпай көрсетсем өйтті. Қараңдар. Әдем. Өте ұзақ ойландық, кеше жүрдік. Өзінен сұрадық, не керек айтшы деп. Біз ақшалай бетімізге кетті, ол кетіп кетеді. Мынаған шарына жейді. Мына жақта тілек айтып, мынаған иіскеп атыр. Иіскеп атыр ғой. Қайсы деп айырымыз? Мына иіскеп атыр ғой деп айырымыз. Алейкум, қалайсыздар, қайырлы күн. Или даже қайырлы кеш. Мынаяқта, короче, балкон сәл готов екенші. Мынаяқтан жаңбыр, қар жауады ғой, прямой ұрады нехаш. Ё-ма. Мыналардың бәрін жуып тазалап қою керек еді негізі. Мына қарасаңыз шаң болып кеткен. Алматушечка осылай болып тұр бүгін. Мына жерде бір нәрселер бар еді негізі. Сносқа кетіп, қазір, по-моему, ЖК салайын деп жатыр. Бұны бір строительный компания сатып алып қойды. По идее, біз ана жерге платный парковка 500 теңге ма? Қанша еді күнде? Сондай қойып жатыр едік. Потом нельзя деді ғой уже. Походу, бей групп сатып алып қойды ма, білмейміз ғой. Осындай, в общем. Жақта Манхэттен ба. Мына жақ Абая. Негізі, қазір байқайсыздар ма? Январь, я? Былай. Январь. Прям қыз, аяз, дыр-дыр-дыр болып тұратын уақытта көктем сияқты болып тұр да, климат ауысып жатыр. Непонятно болып что-то. Мына қарсаңыздаршы. Бүйтіп, аппақ қар болып жатыр керек қой. Аппақ қара айнала деп ше. Топырағы шығып жатыр. Биыл жаңа жыл сәл непонятно болып кетті. Оу. Қалай дейсің? Араласпаймыз сізбен? Менмен ба? Сен ба? Сөйтші айналайын. Бүйттің? Неге ондай шешім қабылдадың? Қалай? Мені тыңдамадыңыз. Өте жиі келеді. Енді қараңыздар, тахаджуд оқып жатырмын, бірақ сұрағанымды бермей жатыр деген сұрақтар өте көп келеді. Біз Инстаграм парақшасына кірсек, өте мықты ұстаздар болсын, басқалар болсын айтып жатады. Сенің сұрағыңның, дұғаңның қабыл болуы бірақ тахаджуд. Болмаса сенің шаруаң бірақ тахаджудпен шешіледі деген нәрселерді біз көріп аламыз. Сөйтеміз де тахаджуд оқимыз. Бір күн оқимыз, 2 күн оқимыз, 3 күн, 4 күн. Бірақ не жоқ? Жауап жоқ. Оның бірден бір себебі қараңыздар. Біз тахаджуд оқимыз. Аллахтан сұрап жатыр, кәдімгідей жалынып, жүрекпен сұрап жатырмыз.
проблема жоқ. Реально сіз жүрекпен естеп тұрсыз, қиналғаннан кейін қиындығыңызды айтып жатсыз Аллахқа. Я Аллахым, мен қиналып кеттім. Я Раббым, мен шаршап кеттім. Я Аллахым, маған осы проблемамды шешіп берші деп сіз жүрекпен айтып жатсыз. Бірақ сұрап болғаннан кейін сіз не істейсіз? Біріншіден сіз кімнен сұрап тұрсыз? Аллахтан сұрап тұрсыз, дұрыс па? Енді біз Аллахтан сұраймыз да, ертесіне не істейміз? Енді қалай шешемін ана проблеманы? Аллах тағала қаласа есігінің алдына да тастап кетеді деп айтты ғой. Бір чемодан тастап кетеді деп айтты ғой. Аллах тағала қаласа проблема емес деп айтты ғой. Аллах қаласа аспаннан түсіреді деп айтты ғой. Кім арқылы береді екен, қай жақтан кеп қалады екен, или бермейме екен, мен жаңағыдай неме досыма звондап көрейші. Бұл да бір әрекетке жатады ғой, бір әрекетін жасап, бір досыма звондап көрейші. Может, досыма Аллах тағалам жүрегіне салып жеріп, сол досым арқылы проблемам шешіп тастайтын шығар. Деп біз не істейміз? Тахаджудты оқимыз, сұрап аламыз, ертесіне не аламыз? Уайымдаймыз ғой. Уайымдайтын болсаңыз, не үшін тахаджудта тұрсыз? Сұрадыңыз ба, уайымдамаңыз. Уайымдайсыз ба, сұрамаңыз. Егер сіз Аллахтың құдіретіне сенген кезде, егер сіз Аллахты таныған кезде, сіз уайымдамайтын едіңіз. Тахаджудтан сұрап жүрсіз, Аллахтан сұрап жүрсіз, бірақ не істеп жүрсіз күні бойы? Уайымдап жүрсіз ғой. Уайымдайтын болсаңыз, Аллахтан сұрамаңыз. Сұрадыңыз ба? Болды, уайымдамаңыз. Ол Алла ғой. Ол бүкіл әлемді жаратқан Алла ғой. Ол сізді жаратқан Алла ғой. Аллах бол деген нәрсе болады ғой, бітті. Аллахтың бір ақысы бар, ол бол дейді, болды, сол мезетте бола қалады. Аллах тағала сіздің дұға етіп сұрағаныңызды көріп тұр. Хорошо, құлым, проблема жоқ, шешем деп тұр. Бірақ сен қандай ниетпен сұрап тұрсың? Сен маған шынайы сеніп сұрап тұрсың ба деп сізді бақылайды ғой Аллах тағала. Бақылаған кезде сіз не істеп жүрсіз? Уайымдап жүрсіз ғой. Уайымдау деген сөз Аллахқа сенбеу деген нәрсе болды. Уайымдап тұрсыз ба? Значит, Аллахқа сенбей тұрсыз. Сенбегеннен кейін сұрағаныңыз берілмейді.